Сәлем достар, YouTube'та қарапайым экономика арнасы. Таныстарыңыздың, жақын жуықтарыңыздың арасында жоғары оқу орнын тәмамдаған, яғни университет оқып қолына диплом алған, алайда сол дипломын сандыққа салып қойып, өзі мүлдем басқа салада жұмыс жасап жүрген адам бар ма? Иә, қазір осы кейіптегі адам көп. Соның бірі мүмкін сіз боларсыз. Біз бүгін жоғарғы білім жайлы, диплом қалай құнсызданатыны туралы, Қазақстандағы білім беру орындары мен оның қожайындары туралы айтамыз. Егер қарапайым экономика арнасына тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып қойыңыз. Бәріңіз лайк басып болған болсаңыздар, онда біз бастаймыз. Қазір елімізде 130-дан астам университет бар. Халықтың салыстырмалы түрде, яғни өзге елдермен салыстырғанда басым бөлігінде жоғарғы білімі бар. Жоғары оқу орны шамамен 4-тен 6 жылға дейін уақыт алады. Ары қарай магистратура тағы плюс 2 жыл. Солайша ел жастары оқу білімінге 6 жыл өмірін сарп етіп, көпшілігі басқа салаларда еңбек етуге мәжбүр. Қазір елімізде жоғарғы білімді таксисттер, университет тәмамдаған даяшылар аз емес. Ал еліміздегі жоғары оқу орындарында білім алу құны да арзан деп айтуға келмейді. Жылдық оқу ақысы миллион, тіпті миллионнан асып жығылады. Иә, қымбат, ұятсыз қымбат. Бұл қаржы әрине қарапайым қазақтың қалтасына ауыр тиеді, тіпті студент грантқа оқыды деген күнде де. Бұл қаржы бәрібір мемлекеттік бюджеттен алынады да университеттің иелеріне беріледі. Жоғарғы білім неге құнсызданды? Диплом не себепті қатты қағазға айналды? Біз қай жерде қателестік? Қателік мынада. Мысалға, Бақытжан Жұмағұлов, бұрынғы білім және ғылым министрі. Оның әйелі Валентина Жұмағұлова Алматыдағы Қазақстан инженерлік техникалық университетінің иесі, яғни қазиту. Ал бұл университеттің колледжін баласы Руслан Жұмағұловтың иелігінде. Ал қызы Алина Жұмағұлова рейтингте орталығының иесі. Бұл орталық мемлекеттен көп тапсырыс алады. Серік Пірәлиев білім және ғылым министрлігінде бірнеше лауазымды қызметтерді атқарған. Пірәлиевтер отбасының иелігінде 20 оқу орны бар, оның 2-і университет. Алматы университетінің әйелі София Сүйубаеваның иелігінде, ал Шымкент университеті 2-ші ұлы Ғалымжан Пірәлиевтің меншігі. Бұдан бөлек Ақтөбе, Қызылорда, Талдықорған, Алматы, Шымкент, Қапшағай, Астана қалаларында 16 колледж бен 2 мектебі бар. Бірғаным Әйтімова білім және ғылым министрі болып тұрған 2006 жылы Орал қаласында бірнеше оқу орны, университет, колледж, лицей, мектеп, оның ағасы Ақсерік Әйтімов пен плюс Динара Әйтімованың иелігіне өтті, яғни жекешелендіріп алды. Бұл айтылғандар тек аз бөлігі ғана. Мысалға, Бақберген Досманбетов, Қызылорда облысының экс-әкімі, отбасы арқылы Қызылорданың Болашақ университетіне плюс 2 колледжге иелік етеді. Бәрі Досманбетовтердің меншігінде. Бұдан бөлек Шымкенттегі халықаралық университет 95-97 жылдары білім және ғылым министрі болған Мұрат Жұрыновтың отбасының иелігінде, Жұрыновтардың меншігі. Тізім өте көп. Қысқаша, Сағадиевтердің меншігі IT университеті, Әлиевтер отбасының 3 университеті, Есполовтарда 1 университет пен 2 колледж, сол сияқты Сыдықовтар, Құсайыновтар, Құлажановтар университеттері мен колледждері. Иә, бір-бірінен асып түсетін бизнес империялар десек те болады. Бұл оқу орындарының білім сапасы төмен деп айтпаймыз. Әрі лауазымды тұлғалардың туыстары білім мекемелерін жекешелендірмесін, иелік етпесін деген заң жоқ, алайда мүдде, ықпал деген түсінік бар емес пе? Мемлекет азаматтардың жоғарғы білім алғанын қалайды. Тек бюджеттік салада жоғарғы білімді қызметтер арнайы білімі бар қызметкерден көп жалақы алады. Ал жеке компаниялар мен фирмалардың талаптары басқа. Соған сәйкес университет оқыған маман өз саласында 9-шы сыныптан соң колледжге кеткен құрдасын қаржылық жағынан қуып жету үшін бюджеттік сала болатын болса 10 жыл, ал жеке компанияларда 14 жыл уақытын жұмсайды. Алайда бұл университет оқымаңдар деген сөз емес. Қазақстанның экономикалық дамуының формуласы мынадай: кадр плюс жағдай тең экономикалық өсім. Яғни сапалы кадр дайындап, оған жайлы жағдай жасау, экономикамыз өседі. Ал біздің университеттер кадр емес, түлек даярлайды. Ал студенттер диплом қолда емес, баста болуы керектігін тым кеш түсінуде, яғни оқуын тәмамдаған соң. Қарапайым экономика арнасы. Арнамыздағы басқа да қызықты экономикалық видеоларды көріңіз.
тіркеліңіз, лайк басыңыз, өз ойыңызды комментарийге жазыңыз. Біз де оқимыз. Аман, сау болыңыз.